Петропавлда облыстық футбол федерациясы президентінің бастамасымен тұңғыш рет балалар лигасы құрылды. Жарыстың салтанатты ашылуына қала әкімінің орынбасары әрі федерацияның вице-президенті Евгений Глотов қатысты. Бүгінгі турнир біз үшін және де қала футболының дамуына үшін өте маңызды. Халық денсаулығы ол ел байлығы. Сондықтан осындай өткізіліп жатқан іс-шаралардың жалғасатынына сенемін. Биыл алғашқы турнирде 2010-2011 жылдары туған балалар бақ сынайды. Барлығы 7 команда. Ойындар нөмірі 20 орта мектептің футбол алаңында жоспарланған. Бірінші матчта Авангард құрамасына юниор 2 командасы қарсылас атанды. Футболда алғашқы қадамдарын жасауға келгендерді ата-аналары қолдауға келді. Жасыл алаңда қызу тартысты ойын өтті. Дегенмен есепте басым түскен Авангард командасы жеңіске жетті. Играли хорошо, выиграли. Мен футболмен 3 жыл бойы айналысам. Қарсылас қақпасына 3 гол салдым. Мне нравится футбол. Маған футбол ұнайды. Шабуылшы позициясында ойнаймын. Болашақта танымал болғым келеді. Бұл турнир болашақ футболистер үшін бірінші. Лига аясында әр құрама өзара ойнап, мықтыны анықтамақ.